Кәдімгі мақтаны жұрттың бәрі өте жақсы біледі. Алайда біз оның емдік қасиеті хақында біле бермейміз. Ендеше бізді тыңдаңыз. Мақтаның басты ем болатын аурулары және қолданылуы төмендегідей. Ананың омырау сүтінің аздығына мақта тұқымы 10 грамм, сары мия 10 грамм, қызыл миядан 6 грамм суға қайнатып ішеді. Асқазан ауырғанда мақта тұқымы 21 грамм, қуырылған арпа беденнан 10 грамм суға қайнатып ішеді. Қызыл өңеш құр суға, мақтаның қатты қабығынан 10-15 граммды суға қайнатып шай орнына ішеді. Бой бұзылуға, мақта тұқымынан лайықты мөлшерде алып қақтап кептіріп, талқандап бір жолда 15 граммнан күніне 2 рет қайнаған сумен ішеді. Жүкті уақытта жөтелуге, несеп тоқтамауға, піспеген мақтаның көк домалақ басынан 7 дананы суға қайнатып ішеді. Жатыр қызметі бұзылуынан қан ағуға, мақта тұқымы 200 грамм, қуырып, немесе жаншып, тұңғиық күл тұғыры 50 грамм, қара шекерден 15 грамм суға қайнатып ішеді. Тұмауға, жөтелге, кеңірдекше демікпесіне, мақта дәні 2-5 килограмм, қызылша 700 грамм, өрік дәні 1 килограмм. Мақта дәнінде қуырып, пісіріп, қызылшамен қосып талқандап, өңделген бал қосып, ауырлығы 10 грамм шамасында болатын домалақ дәрі жасап, бір жолда бір дана күніне 3 рет ішеді. Алайда бұл тәсілді құрғақ жөтелге және жүрек ауруы қоздырған демікпеге қолдануға болмайды. Қолдану мөлшері: мақта тамырынан 25-50 грамм, мақта тұқымынан 6-15 грамм шамасында қолданады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының PhD докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған мақтаның емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, бұдан басқа да көптеген құнды кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.